Ескелді ауданына қарасты Қоңыр ауылында да Әз-Наурыз мейрамы тойланды. Қыстан аман шығып, көктеммен қауышқан жұртшылық бұл күні ата дәстүрлерін дәріптеп келген қонақтарға Нәруз, Наурыз көже таратты. Жылымыз берекелі, күніміз мерекелі болсын деп, ұлыстың ұлы күнін бар сән салтанатымен атап өтті. Таң атқаннан мерекелік алаңға жиналған жұрт бар жақсысын киініп, бір-біріне ізгі тілектерін білдіріп мәре-сәре. Ашық аспан астында ән айтып, би билеп шаттыққа толы шараның көрігін қыздырды. Тіпті ауылдағы ағайын Әз-Наурыз мерекесінде көше-көше болып сайысқа түсті. Шашу, тұсаукесер, қыз ұзату секілді салт дәстүрлерімізден көрініс көрсетіп, әдет-ғұрыптарымызды дәріптеді. Ауылымыздың тұрғындары кәсіпқой әртіс болмаса да міне өз деңгейлерінде театрланған көріністер көрсетіп, әндер шырқалып, жақсы өнерлерін ортаға салды. Өте белсенді түрде қатысты халық. Мерекеге сай безендірілген алаңда қос киіз үй тігіліп, келген қонақтар мол жайылған дастархандағы ұлттық тағамдардан дәм татты. Наурыз көже ішіп, арқа-жарқа болған жұртшылық игі тілек айтып, келер жылдан жақсылық тіледі. Бүкіл ауылдың тұрғындары бар, осыған бәрі жақсы атсалысты, бұрынғыдан өте жақсы деңгейде өтті. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, елге аман болып, бәрі халқымыз бай болсын. Ауылымызға рахмет, рухани жаңғыру кезеңде осындай жақсы Наурыз өткізді. Наурыз тамаша өткеніне халық куә. Және де енді осы бір қиындығы осы ауылымызда мәдениетінің жоқтығынан халық өте қысылды. Сол мәдениетіне әттең аудан тарапынан, облыс тарапынан көмек болса, құп болар еді. Наурыз думанда ауыл тұрғындары мерекенің мазмұнын айшықтаған ұлттық спорт түрлеріне қатысып өзара сынға түсті. Білектілері гір көтеріп, қол күрестірді, арқан тартысып асық ойнады. Соңынан үздік шыққан көше тұрғындары марапатталып, берекелі мерекені жайдары көңіл күймен өткізді. Думан Алтынбекұлы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан.